Қайырлы күн баршаңызға. Мен Құдайберген Әсел сіздермен красный бархат тортын духовкасыз пісіретін боламыз. Осындай жұмсақ, нәзік, тәтті тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті ингредиенттерді мен астына жазып қалдырамын. Ұнды електен өткізіп, және барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. Және де сүтті құйып, жұмыртқаны саламыз, және де сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жарты ас қасық бояуымызды қосып, жақсылап қызарғанша араластырамыз. Енді екеуін бір-біріне құйып араластырып, корждың қамырын жасаймыз. Барлығын араластырып болған соң, бір ас қасық уксус қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің корждарымыз бірдей болып шығу үшін 3 ыдысқа бірдей етіп бөліп аламыз. Табамызды орташа отта қыздырып алып, кішкене сұйық май жағып, корждарды пісіруді бастаймыз. Корждарды құйып, бетін қақпақпен жауып қоямыз. Және де қақпақтың беті терлеген сайын алып сүртіп тұрамыз. Корждар дайын болған кезде қолымызбен тексеріп көреміз. Ол қолымызға жабыспау керек. Енді тортымыздың кремін жасаймыз. Сүтті құйып, оның үстіне жұмыртқаны, крахмалды және қантты салып, жақсылап араластырамыз. Орта отқа қойып, жақсылап араластырамыз. Және де қоюланғанша араластырып тұрамыз. Енді сары майымызды салып, аппақ болғанға шейін миксермен жақсылап араластырамыз.
Енді сгущенкамызды қосып және де жақсылап араластырамыз. Қайнатып алған кремімізді 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз және де жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болған соң корждарымызды біркелікті етіп кесіп аламыз. Крем дайын болған соң тортымызды жинауды бастаймыз. Тортты жинап болған соң формадан шығарып сәндеуді бастаймыз. Әркім өз қалауынша сәндесе болады. Дайын болған тортты холодильникқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Міне достар, тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте нәзік, жұмсақ, керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, міндетті түрде духовкасы жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Және де лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.